Сәлем достар, Назар FM медиа орталығы сіздерге музыка әлемі бағдарламасын ұсынады. Сіздермен болады мен, Марал Асхатқызы. Достар, бүгінгі біздің музыка әлем бағдарламасы өте ерекше болмақ. Сол себепті видеоны соңына дейін көріп, өздеріңіздің бағаларыңызды беріп, тіркеліп кетсеңіздер, біз үшін ол өте маңызды. Достар, біз өзіміздің бағдарламаны бастаймыз. Музыка грек тілінен тура мағынасында музалар өнері. Белгілі биіктіктегі дыбыстардан тұратын, адамға сазды әуенімен әсер ететін, дыбыстық көркем бейнеге негізделген өнер түрі. Өзінің эмоциялық әсері арқылы музыка адам, яғни тарихындағы қоғамдық идеялық, мәдени тәрбиелік және эстетикалық рөл атқарады. Музыка адам сезімін, ойын, оның ерік күшін дыбыстық формада суреттейтін қатынас құралы ретінде қызмет етеді. Адамның жан дүниесін, көңіл күйін, сезімін бейнелеуде музыка оның сөйлеу тіліне, яғни дәлірек айтқанда, өзін қоршаған ортаға эмоциялық қатынасын білдіретін сөйлеу интонациясына өте жақын келеді. Соған қарамастан, музыка адамның басқа дыбыстық іс-әрекетінен ерекше саналады. Музыкада, яғни дыбыстардың биіктік және уақыттық, яғни және де ырғақтық қатынастары өте қатаң тәртіпке, яғни келтірілген. Музыкалық шығарма мазмұнында адамның ақыл-ой, ерік күшінің эмоциялық жақтары кеңінен көрініс табылады. Музыка әлемдегі ең таңғажайып заттардың бірі болып табылады. Сол себепті достар, ары қарата керемет видеоларды бірге тамашалап, бірге көрейік. Инабат, сәлем. Музыка ол барлық халық түсінетін, білетін тіл деп санаймын. Екінші сұрақ. Саған музыка не береді? Мен музыканы тыңдаған кезде тыныштық аламын. Мен расслабляюсь деген сияқты. Мысалы, сабақтан шаршаған кезде, үй жинап жатқан кезде маған күш қуат береді деген сияқты. Маған музыканы естігенде билеймін, ән айтамын. Маған ұнайды. Музыка — это то, что можно услышать, это звуки, всякие ноты, то, что можно услышать и исполнить. Мен үшін музыка адамның шаршағанын басады, көңіл күйін көтереді, қиын кездерде музыка тыңдаса, прям энергия алады. I think music is a part of life. Music is what makes people motivated. And what I personally think about music is that music motivates people to do things they want to achieve. And music deals with emotions, music deals with joy, music deals with passion, and music deals with everything concerning nature, because nature itself is music. Thank you. Музыка ол тек қана нота емес, ол өзіндік бөлек әлем. Оны айтқанда, тыңдағанда сол әлемге кіресің. Және қиын уақыт болғанда өмірде музыка тыңдап өзіңді тыныш өзіңді успокоить ете аласың. Я думаю, музыка — это мелодия сердца или песня души, которую сейчас человек переживает, испытывает, и затем кладет на ноты, и рождается музыка. Меніңше музыка деген бұл әрине өнердің бір түрі ғой. Бірақ бұл өнердің бір түрі болғанмен бәрібір кез келген адамға, жалпы адамзатқа үлкен ерекше әсер ететін өнер. Мысалы үшін мен ойлаймын, адамда көру қабілеті бар, и сезу қабілеті бар. Сол сияқты жаратушы бізге есту қабілетін де берген.
сол есту қабілеті арқылы, мысалы есту арқылы біз адам жалпы әртүрлі сезімде болады ғой. Мысалы біз сол музыка тыңдау арқылы біз өзімізді сондай бір қалай десем екен, бір еркін сезінетін боламыз. Мысалы адам қиналған кезде өзіне ұнайтын жағымды әндерді, музыкаларды тыңдаған кезде сондай бір өз бір еркінсіп қалады, сондай бір ерекше сондай күйде болады. Сонда да музыка адамды өзгертеді, музыка адамға әсер етеді, ерекше әсер етеді, жақсы жағынан өте мен ойлаймын несі бар, жаңағы өзінің әсері бар адамзатқа деген. Құлақтан кіріп қойдылар. Әсемән мен тәттіке демекші достар, міне осындай тамаша видеоны, яғни адамдардың өз ойлары, біздің кішкентай бөбектерімізбен тіпті үлкен кісілерге дейін музыка туралы не ойлайтын сіздер тамашалап шықтыңыздар. Сіздерге ұнады деген үміттеміз. Біздің Facebook, YouTube, Instagram желілеріне тіркеліп, өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза аласыздар. Достар, сіздермен бірге болған мен Марал Асхатқызы.